قل أعوذ برب الناس. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Бұл жігіттің қазіргі есімі Хамза. Ол тілін калимаға келтіріп мұсылман болған. Өзінің айтуынша, исламды қабылдағанға дейін өмірде көптеген қателікті жіберген. Аллах жүрегіне иман бергенге дейін. Бұл бауырымыз оңтүстік Африканың астанасы Кейптаун қаласында тұрады екен. Яһудилер отбасында дүниеге келген бұл жігіт өсе келе христиан дінін қабылдаған. Бірақ жүрегіне еш тыныштық таба алмаған. Үнемі ізденісте жүрген бұл жігіт өмірде көптеген қателіктерге бой алдырған. Мысалға, сатанизм жолында да болған. Денесін түгелдей татуировкаға толтырған. Бейнелердің ішінде сатанистердің символдары да бар. Бірақ бір Алланың қалауымен Хамза өмірін жаңа парақтан бастай алған. Қазір ол мұсылман бауырымыз әлеуметтік желілерде өзінің өмірлік жолы және өзінің түйгендерімен бөлісіп отырады екен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мен бір пендеге емес, адамдарға емес. Ла иляха иллаллах, мен бір Аллаға сыйынам. Менің бұл платформадағы мақсатым біреулерге ұнау емес, біреулердің негативтерін тыңдау емес. Себебі мен кімнің сөзін тыңдайтын болсам, ол бұл дүниеде ол тек Алланың сөзі. Аллах жалғыз. Біліңіздер, мен исламды қабылдағанға дейін көптеген қателіктер жібергем. Мен бір Алладан басқа Құдайдың жоқ екенін және де пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам оның соңғы елшісі екенін куәлік еттім. Есіңізде болсын, тіпті Адам алейхиссалам да қателік жіберген. Ал ол кісі барлығымыздың әкеміз. Ол да қателік жіберді. Үлкен қателік жіберді. Алла оған бұйрық берген еді, бірақ ол іблістің айтқанына еріп кетті. Солай ол үлкен қателік жасады. Бірақ ол не істеді? Ол астағфирулла деп Алладан кешірім сұрады. Аллаға тәубе етті. Аллах мені кешірші деді. Ал Алла не істеді? Аллах оны кешірді. Жер бетіндегі алғашқы адам қателік жіберді. Ал бірақ ол кешірілді. Бұл нәрсе біздің де кешірілуіміз мүмкін екенін көрсетеді. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мен жәннатты қалаймын сен үшін. Мен жәннатты қалаймын бауырларым үшін. Мен жәннатты қалаймын өзім үшін. Байлық деген не? Байлық деген ол Аллаға деген құлшылықтағы шынайылық және де сүннетті орындаудағы шынайылық. Ешқандай көлік, ешқандай ақша, ешқандай байлық алып келе алмайды. Наби саллаллаху алейхи уассаламның сүннасындай байлық алып келе алмайды. Және де Аллахтың бергеніндей. Байлық ол тақуалық. Байлық ол сунна. Айтқандай, ол нағыз таза жүрек, ол Алладан басқа ешқандай нәрсеге қатты байланбаған жүрек дейді. Саллаллаху алейхи уассалам Алла елшісі. Ол елші болмаса, Алла елшісі болмаса ешқайсымыз жолымыз дұрыс болмас еді. Маған жол көрсетпесе мен жоғалған болар едім. Мен исламды ешқашан таппас едім. Ислам ол бойсыну Аллаға, сондықтан да бойсын, Аллаға бойсын. Біз Аллаға рахмет айтамыз ислам үшін. Біз Нәбиге рахмет айтамыз, саллаллаху алейхи уассалам, ислам үшін. Аллаға рахмет айтамыз бізді жаратқан үшін. Мен айнаға қараған кезде Алланың жаратылысын көремін. Алланың жаратылысы. Бай адам. Ол Алланың дінінде тұрған адам. Байлық ол иман. Байлық ол сенің Аллаға деген сенімің. Жәннатта мен бай боламын. Бауырларым, мен сендерді Аллах үшін жақсы көремін. Өйткені Аллах сіздерді жақсы көреді. Аллах мені жақсы көреді. Сондықтан да мен сіздерді жақсы көремін. Бұл өмірде біз хақты іздейміз, шындықты іздейміз. Мен шындықты үнемі іздеп келдім. Мен христиан дінінде де болдым, бірақ одан соң ла иляха иллаллах Мұхаммаdur Расулуллах. Мен мұсылман болдым. Мен исламға қайта оралдым. Себебі біз басында мұсылман болып жаратылғанбыз. Алхамдулилlah, Алланың бергенін қадірін білмей жүрсеңіздер, естеріңізде болсын. Біздің қолдарымыз бар, жүректеріміз бар, құлақтарымыз бар, көздеріміз бар. Хақ қайда?
Хақ ол мына кітаптың ішінде. Бұл кітап, бұл Құран, бауырларым. Мен сіздерге періштелер жайында айтып берейін. Періштелер, олар бір Аллаға ғана қызмет етіп, бір Аллаға ғана сыйынып, нәпсісіз жаратылған. Ал бірақ адамдар, бірақ біздің жаратылысымыз қиындау. Біздің таңдауларымыз бар. Жаман амалдар жасауға да, жаман жолдарға барып, нәпсіге еруге де. Бірақ Алла жол көрсетуші. Алладан кешірім сұрасаң, Алла кешіреді. Егер сен өзіңді кешіре алсаң, және де исламға дайын болсаң, бірақ біз дұрыс жолға түссек, иманда болсақ, періштелердің деңгейі бізден төмен болады. Пайғамбардың суннасымен жүрсек, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллахтың ең биік дәрежесіне көтерілеміз иншалла. Ла илала иллалла, ла илала иллалла, ла илала иллалла. Менің жүрегім ла иляха иллалла деп ұрып тұрса, сіздің жүрегіңіз ла иляха иллалла деп ұрып тұрса, демек біз бауырлармыз. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның алғандай сауабын алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Бізден бірге болыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.